Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ішкі істер министрлігінің басшысы Марат Ахметжанов Абай облысындағы өртке байланысты қозғалған қылмыстық іс жайлы мәлімет берді. Тергеу жүріп жатыр. Өрт қасақана қойылған деген нұсқа бар. Іс арнайы прокурорлардың өндірісіне қабылданды. Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері сол топ құрамында. Тергеу нәтижесін күтейік. Қасақана өртеу, найзағай түсу, немқұрайлылық нұсқалары бойынша сараптамалар мен іздестіру іс-шаралары жүргізілетін болады. Тергеуге 2 ай уақыт беріледі, деді министр. Сонымен қатар, үкімет кулуарында тілшілер министрден Юрий Ильиннің әрекеті тексеріле деп сұраған болатын. Президент бас прокурорға тапсырма берді, оның шеңберінде тексеру жүргізілетін болады. Өрт фактісі бұл төтенше жағдай. Адамдар қаза тапты, сондықтан қылмыстық іс аясында тексеру болады. Неліктен уақытылы шара қабылданбады? Мүмкін немқұрайлылық қызметтік міндеттерін орындамау, деді Марат Ахметжанов. Яғни, төтенше жағдай министрі болған Юрий Ильиннің үстінен іс қозғалмақ. Бұл нағыз әділетті шешім деп ойлаймыз. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.